Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры дәстүрлі Қара шаңырақ 2021 жаңа қойылымдар фестивалін бастап та кетті. Тартысқа толы іс-шара 11 желтоқсанға дейін жалғасады. Жаңа қойылымдардың шығармашылық сапасын, оның ішінде актерлардың табысты жұмысын анықтау мақсатында ұйымдастырылған байқау әртістерге жаңа серпін беріп, көрермен мен театр арасындағы байланысты нығайтатыны сөзсіз. Фестиваль 95 жылдан басталып келе жатыр, яғни 1995 жылдан ширек ғасырға жуық тарихы бар. 2019 жылдан бастап Қара шаңырақ деп аталады. Бүгінгі таңда 5 спектакль бәйгеге түскелі отыр. Дәстүрлі додаға түскен қойылымдар Көшін Олжас Жанайдаровтың Екеуміз драмасы бастап келген көрермендерді бір серпілтіп тастады. Жиналған жұртқа ерекше жанрдағы дыбыс пен динамикаға толы туындыны тарту етті. Қойылым көпшіліктің жақсы бағасын алды. Сахналық нұсқасын 2 ай отырып дайындадық. Төлена рұқсатын алдық. Сосын сахнаға шығып дайындадық. Енді бұл жерде біздің театрда хоррор жанры жоқ. Сондықтан хоррор жанрынан бір шығарма болсын деп